даладасыр, аққудай арман күйгертіп алған. Туған жер жұмақ мекен ғаламдағы, өшпейтін жарық сәуле санамдағы. Әлемді шарлап келген өр көңілім, туған жер өзіңнен асқан жерді таба алмады. Расында да туған жердің құшағы ыстық, әрбір адамға киелі. Міне бүгін туған жеріне арнайы ат басын тіреп келіп тұрған біздің жерлесіміз, Тәуелбайдың әншісі Қарлығаш апамыз бүгінгі ауылымызға қош келдіңіз, қадамыңыз құтты болсын. Ал енді туған жеріңізге келген әсеріңіз қандай, жалпы қадамыңыз құтты болсын, өзіңіз жайлы айтып берсеңіз. Көңіл күйіміз мінекей өте керемет. Мені осы ауылға келгенде бір тұлға ретінде ескеріп, өстіп менен сұхбат алып жатқандарыңызға өте ризашылығымды білдірем, рахметімді айтам. Енді мына туған жерге келгенде көңіл күй өте керемет, жақсы көңіл күй. Енді туған жер туралы көп қой, енді айта берсек, өлең де көп, жыр да көп, әңгіме де көп. Мына туған жер туралы өзіміздің бір жерлес ақынымыз Өмірзақ Қожамұратов ағамыздың бір несі бар, айтып кеткен: маған Мекке, Мәдине, Венеция, Парижне туған жердің құмындай ыстық емес әрине дейді. Мінекей сол кісі мінекей айтып кеткендей, әрине туған жеріміз өзіміздің мынау кіндік қанымыз тамған жер, балалық шағымыздың бастауы, қызықты шақтарымыздың бәрі осы жерде өткеннен кейін әрине бізге туған жеріміз өте ыстық болады. Мінекей Қарлығаш апа, сізді біз бала кезімізден білеміз. Әлия деп әуелеткен кезде сіздің дауысыңызға тамсанбаған жан болмайтын, сол кезде біз естіп өстік. Енді жалпы осы сіздің бойыңыздағы ән айту қабілеті кімнен дарыды деп есептейсіз? Жалпы неше жасыңыздан бастап ән айта бастадыңыз? Ол жөнінде өнердегі жетістіктеріңіз жайлы айтып берсеңіз. Орынды сұрақ қойып отырсың. Мінекей Қайратжан, бірінші өнер адамның Алладан келетін не ғой өнер деген. Екінші осы әкеміз әнші, ағаларым барлығы айтты, біздің әулеттегілердің барлығы әудемейтін кісілер жоқ еді, енді барлығы да сондай әншілер, өнерлі кісілер болды. Оның үстіне бірінші сол мектепке барған кезімде мен Ақбөгет деген жерде, сол жерде жаңағы Базар Жырау деген 300-ге аты әйгілі Базар Жырау атында еді мектебіміз. Енді ол жерде ән айтпайтын кісілер жоқ еді. Мүмкін сол кісілердің де бір, сол кісінің де несі маған ықпалы тиді ма деп ойлаймын енді. Одан кейін осы жерге келгеннен кейін осы Абай мектебінде менің есімде сол қалған кездер, мен осы 4-ші классымда Роза Орынбекова деген, енді айтып кетпесем болмас, әліге дейін менің сол кісі көз алдымда тұр, ойымда тұр. Қолымнан жетектеп алғаш осы класстарды аралап, жаңағы класстарға апарып, маған домбырамды қолыма беріп, ән айтқызатын. Содан кейін енді осы белгілі болдық қой енді мектепке. Расында да мен білем, Ақбөгетте өзі баста баян сырнаймен, домбырамен ән айту мектебі негіз қалыптасқан. Сол жерден көбіне байқасам, сол жерден шыққанның барлық тұрғындардың көбісі өнерге жақын және бір аспапты игеріп алған. Біз соны байқаймыз. Мүмкін сол жақта Жалпақтауда жатқан ұлы бабам, Жырау бабамыздың да әруағының бір сондай сіздерге бір ықпалы болды ма, сол жерде жасап жатқан тұрғындардың? Өнеріңіз өрлей берсін әпке. Қарлығаш апа, ең бірінші алғаш сахнаға шыққан күніңіз есіңізде ме? Қандай ән айтып шығып едіңіз? Ең бірінші алғашқы әнім ол 1980 жылы мені осы тап мына спорт залда мені шақырған осы ән айтуға. Ол кезде осы мына Танды районы, сол кезде жаңағы байқау дейміз ғой, ән байқауы болатын еді. Сол кезде мен 5-ші класста едім. Содан мен бірінші сол жаңағы Роза апамыздың, Роза Рымбаева апамыздың күнге табыну деген жаңа өзің айтқандай Әлия деген әндерін, сол екі әнді алып мен Танды районына барғанмын, сол екі әнменен. Содан енді белгілі болып кеттік қой енді ән айтатын өнеріміз. Тамаша.
расында да ол халықтық сазгер, қазақ халқының сазгерлерінің әндері өлмейді. Расында да біз сізді естіп өстік. Мен кішкентай кезімнен осы Әлия әнін Роза Рымбаевадан кейін сізден көп тыңдағанмын. Енді әрбір адамның көз алдында балалық шағы ешқашанда өшпейді, сөнбейді. Бүгін мінекей өзіңіздің тәлім алған қара шаңыраққа келіп отырмыз. Жаңылыспасам, мына сынып бөлмесі сіздің оқыған, сіздің білімге құлаш сермеген нағыз ең үлкен зәулім сарайыңыз деп есептейміз. Ендеше бастап кірейік сыныбыңызға. Кіріңіз. Осы класста оқыдыңыз ғой, Иә. Қай жерде отыратынсыз? Бізде мінекей мына жерде 3 қатар болатын парталар. Енді мен есімде қалған жерін айтайын. Мынадан былай отыратын төрт қатар ма? Мына бірінші жерде, мына жерде мен отыратын едім бірінші партада. Енді мына бірінші парта деп қояйық та. Мен мына жерде отыратын едім. Менің мына арқамда Ершат отырды, Ершат ағам. Одан кейін мына жерде марқұм Қыдыралы кластасым отырды. Оның енді Қыдыралының көптеген қылықтары бар еді, сондай бір есте қалды да маған. Сосын мен қасымда бұл жерде Жаңабай отырды. Енді қалғандарын бар, сол бала кезіңіздегі небір сыныптастар арасында болған қызықты жайттар, оқушылық дәуірдегі қызықты естеліктердің бәрі қазір көз алдыңызға елестеп тұрған шығар деген. Мінекей Қарлығаш апа, енді алыста жүріп, арасында да туған жерді жиі сағынатын шығарсыз. Сондайда туған жерді сағынған кезде қалай басасыз сағынышыңызды? Енді туған жер еш уақытта да естен кетпейді ғой. Енді есімізде әрине туған жер туралы әндерді айтамыз. Сағынышымыз енді сөйтіп дос жарандарға айтамыз. Ел ешқашанда естен кетпейді ғой енді. Иә, енді осы ретте мен сізге қолқа салғым келіп тұр. Жалпы тағы бір әніңізді, дауысыңызды естігім келіп тұр, туған жер туралы. Әудемейтін қазақ жоқ қой. Қандай ән болса, туған жер туралы ма? Туған жер туралы енді бала кезімде де айтқан әнім ғой. Енді ол жаңағы Атамекен-ай дегенді айтып берейін десем. Тыңдайық. Иә. Кең далам толғанайын, толғайын, домбырам қолға алайын, жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сен ай, Атамекен-ай. Армандаған күндер-ай, жұлдыз аққан түндер-ай, өзің куә, өзің жыр, кімдер өтті, кімдер-ай, Атамекен-ай. Ой, тамаша, рахмет. Алыс кетсем мен сенен аңсап жүрем, сағыныштың сазымен ән салып жүрем, туған жер. Ауылымның түтіні қымбат маған берден-ай, қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңде. Бәсетіп биге балады-ау, жүрегім дүрсілі қағады-ай. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңде. Бәсетіп биге балады-ау, жүрегім дүрсілі қағады-ай. Olgan yine
үлкен мерейтойымыз келе жатыр. Еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толып отыр. Осы 30 жылдық аясында жалпы ауылдастарыңызға, халыққа, елге қандай тілегіңіз бар? Мына Қасым Аманжол ақын ағамыз айтқан ғой, мынау шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың ұқсайсың жас балаға, о шетімен бұ шетіне жүгірсең, тарқайсың ба құмарың бір қанама, уа дариға алтын бесік туған жер, қадіріңді кетсем білмей кеше көр дегендей. Мінекей мен осы елге, туған жеріме келгеніме өте қуаныштымын. Және де мына алда келе жатқан тәуелсіздік мерекелеріңіз баршаларыңызға құтты болсын. Мінекей осы ауылда мен 10 жыл болыпты. Осы ауыл өте жақсы көркейген. Мінекей осындай ауылды осындай дәрежеге жеткерген үлкен осы ауылдың жаңағы ағаларымызға еңбек сіңіріп жатыр екен. Мінекей рахметімді, ризашылығымды айтам. Мынау табиғат жақсы, өзіміздің ауылдың жұпар ауасын жұтып, табиғатында мінекей жақсы демалып, келіп, осы ауылды көріп, елді көріп жатырмыз. Өте қуаныштымын. Оның үстіне мінекей менің бірге мына жораларымыз, класстастарымыз жүр қасымда. Өзімнің мына ізімнен ерген Қайрат бауырым мінекей мені құрметтеп, қошеметтеп осы сұхбат алып жатыр. Рахмет айтам, еліме рахмет, еліме ризашылығымды білдіремін. Тәуелсіздік мерекелеріңіз құтты болсын. Жерлестерге не айтасыз? Ауылдастарыңызға, алыста сағынып жүрген. Алыстағы сағынып жүрген ауылдастарының барлығына сәлем жолдаймын. Осы Құлқұдықтан, Өзбекстан еліне мен Қазақстаннан Өзбекстанға кірген кезде өзімнің бір тынысым жеңілдеп, өте керемет әсерде болдым да елге келген кезімде. Жақсы көркейген ел. Мінекей сіздерде келіңіздер осындай ауылға, демалып қайтсаңыздар болады. Мінекей өзіміздің бала кезіміздегі шыққан мынау міне тауымыз керемет әсерде жүрмін. Рахмет сіздерге.